тек қана су үшін 1 грамм 1 миллилитрге тең. Ең бірінші біз берілген есептің берілген мәндерін жазып аламыз. Яғни ең бірінші біз осындай берілгені деп жазамыз және шамаларды оңай тілмен таңбалар арқылы белгілейтін боламыз. Яғни бізде бұл жерде белгісіз металдың массасы берілген. Масса металл 3,25 грамм. Осы металдың оксиді, яғни әрекеттесу нәтижесінде оксид түзілген деп тұр. Оның массасы 4,5 грамм. Және табу керек бізде осы белгісіз металды табу керек. Енді есептің шешуі үшін мына бөліміне біз шешуі деп жазамыз. Есептің шарты бойынша негізінен осы металл сумен әрекеттескенде түзілген металл оксиді деп айтылған. Бізде әдетте сумен әрекеттескенде көбіне сілті түседі деп айтамыз. Ол әрине өте активті металдар үшін айтылған. Ал бұл жерде активтілігі орташа металл екендігін байқауға болады. Өйткені сумен әрекеттесу нәтижесінде сілті емес, бұл жерде металл оксиді бөлініп тұр деп айтылған. Сондықтан металл қосылған H2O, металл О қосылған H2 түзіледі. Барлығы тең екендігін көруге болады. Реакция нәтижесі бойынша теңестіріп қарасақ, және белгілі заттарды металдың массасы берілген. Және де металл О 4,05 грамм. Екеуінікі берілген. Ал енді біз белгісіз металды кім екен, не екендігін анықтау үшін бізге осы массалар арқылы есептеу жүргізетін боламыз. Яғни өзімізге белгілі масса арқылы біз зат мөлшерін анықтай аламыз. Екеуінде де масса, сондықтан да зат мөлшері арқылы пайдаланып есеп шығарамыз. Яғни зат мөлшері тең масса бөлінген М-ға. Бұл жерде металдың М-і белгісіз, яғни М-ері. Белгілі мәндерді жазамыз. Масса бізде 3,25 бөлінген Х-қа. Металл оксидінікін дәл осылай жазып аламыз. Массасы 4,05 білеміз. Бұл жерде металл Х болатын болса, бізде оттектің массасы белгілі 16. Х қосылған 16. Ал енді әрі қарай біз бұл жерде, мысалы, мына жерде Х-тар болғандықтан әрі қарай есептеу жүргізу мағынасыз. Сол үшін біз бұл жерде теңдеу құрастырамыз. Яғни екеуі бір-біріне тең деп аламыз. Өйткені қарасаңыздар, алдындағы коэффициенттер де 1/1-ге тең. Химия процесс теңдеу бойынша деген сияқты. Сол сияқты мынау теңдік тең осы бөлшек мына бөлшекке деп есепті жүргізетін боламыз. Яғни мына жерге жазайын. 3,25 Х 4,05 Х қосу 16. Осы кезде мына бөлімдері мына алымен көбейтіліп, мынаумен көбейтіліп, Х-тарды бір жаққа, сандарды бір жаққа өткізген кезде 0,8 Х тең 52. Х тең, осы 52-ні 0,8-ге бөлгенде бізде 65 болады. Яғни бұл дегеніміз бізде мырыш элементі, яғни цинк. Цинк екендігі белгілі болды. Екінші есеп, мынадай есеп, яғни бұл жерде осындай термохимиялық теңдеу берілген. Яғни мына жерде плюс 311 килоджоуль деген бұл термохимиялық реакция екендігін көрсетеді. Яғни оның ішінде экзотермиялық реакция, яғни плюс таңбасы тұр. Осы реакция бойынша дейді, егер мыс дейді 6 моль мыс оттегімен әрекеттескен кезде бөлінген жылу мөлшерін анықта дейді. Яғни бізде бұл жерде реакция бойынша 2 моль болып тұр, ал бізде сұрап тұрған бұл 6 моль болған жағдайда. Мінекей 6 моль мыс оттегімен әрекеттескен кезде бөлінген жылу мөлшерін анықтаңыз деп тұр. Достар, осындай есептер әртүрлі сынақтарда, тесттерде өте жиі кездеседі. Яғни бұл жерде қарапайым пропорция бойынша есептейтін боламыз. Мына жерде 2 моль болғанда 311, 6 моль болғанда Х болады.
Сонда біз 6-ны 311-ға көбейтіп, оны бөлеміз 2-ге. Сол кезде X мәні 933 килоджоуль болады екен. Мына есептің берілгені 0,2 моль сутектің қалыпты жағдайдағы көлемін анықтау керек. Яғни бұл жерде сутек газ үшін қалыпты жағдай деп айтып тұр. Ол жерде қолданылатын өзі бірақ формула бар. Ол дегеніміз, яғни нью тең В бөлінген ВМ-ға. Бұл жерде ВМ тұрақты шама. Сол кезде осы мәндерді қоямыз, яғни көлемді анықтаймыз осы жерден формуланы түрлендіру арқылы. Сол кезде В тең нью көбейтілген ВМ-ға. Нью дегеніміз мынау берілген шама 0,2. Көбейтеміз ВМ дегеніміз 22,4. Сол кезде көбейтсеңіздер 4,48 болады. Литр. Екінші Ә бөлімі 2 моль оттегінің қалыпты жағдайдағы көлемін анықтау керек. Тура осы формула қоямыз. Бұл жерде байқасаңыздар, мольдары да әртүрлі, газдары да әртүрлі, бірақ қолданылған формулалар бірдей. Барлығында осы формула қолданылады. Яғни В тең осы 2-ні көбейтеміз 22,4-ге. Сол кезде 44,8 литр. 44,8 литр. 2 моль оттегі қалыпты жағдайда 44,8 литр көлем алады. Яғни Б бөлімінде 10 моль азот үшін қалыпты жағдайда қандай көлем алады? Тура осы формула пайдаланамыз. В тең нью көбейтілген ВМ-ға. Сонда 10-ды көбейтеміз 22,4-ге. 224 литр болады. Яғни есептің шарты мынандай. 500 грамм 5% натрий хлориді ерітіндісінен 20% ерітіндісін алу үшін бізге қанша көлем су қажет деген есептің шарты. Бұл жерде біз өзімізге белгілі негізгі формулалардың бірі, яғни омега тең масса еріккіш бөлінген масса ерітінді көбейтілген 100% формуласы пайдаланамыз. 5%-ді қоямыз. Қалған мәндерді М еріткіш бізде X. Астындағы М ерітінді бізде 500 грамм. Және көбейтілген 100%-ға. Осылай жазып аламыз. Және де бұл жерде мынау пайызбен пайыз қысқарып кетеді. Бұл жерде мынау алым мен бөліммен алымын көбейтіп жіберген кезде бізде мынандай шығады. 100x тең 2500. Осы жерде x-ті табу үшін бөліп жібереміз. Яғни 2500-ді 100-ге бөлеміз. 25 болады. 20% ерітінді алу керек деп айтылған. Осы 20% дегендіктен біз 100%-ның 20%. Сондықтан да біз 100 грамм болған кезде осы 20 грамм деп аламыз. 20%-ті 20 грамм деп аламыз. Яғни 100% болғанда 100%-ді 100 грамм болғанда 20 грамм. Ал x грамм болғанда 25 грамм. Мынау мәнді жазамыз. 25 грамм. Сол кезде x-тің мәні 125 грамм. Яғни 125 грамм шықты. Енді судың көлемін анықтау үшін біз осы бастапқы берілген натрий хлоридінің массасынан азайтамыз. Осы 125-ті. 500 азайту 125. 375 грамм. Бұл жерде су. Бұл жерде грамм мен су. Ал бізде есептің шарты бойынша қанша көлем су алады деп айтылған. Бұл жерде айта кететін ерекше жағдай. Мысалы, көлем табылғанда көлем сұрап тұр, ал бізде масса шығып тұр. Тек қана су үшін 1 грамм 1 миллилитрге тең. Сондықтан да біз 375 граммымыз 375 миллилитрға тең деп айта алады екенбіз.
Бұл есепте яғни магний оксиді 4 грамм, тұз азот қышқылы 15 грамм екеуі әрекеттескен кезде түзілген тұздың массасын анықтау керек. Және бұл жерде бастапқы заттардың біреуі артық мөлшерде алынған жағдайда деген есептің түріне жатады. Бұл жерде ең бастысы бұл жерде яғни тұздың массасын анықтау керек. Ол үшін біз осы тұзды білуіміз үшін, көруіміз үшін осы реакцияны қарастырамыз. Яғни магний О қосылған HNO3 тең магний NO3 2 қосылған H2O. Мінекей барлығы тең екендігін көруге болады. Тек мына жерге 2 қоямыз. Енді барлығы теңесті. Енді берілген мәндері 4 грамм. Мына жерде бізде 15 грамм. Және анықтау керек. Мен мысалы өзіме осылай жазған өте ыңғайлы. Мысалы белгісіз затты Y етіп сызып қоямын, әрі төбесіне X деп белгілеп қоямын. Енді біз осы массалар бойынша оның зат мөлшерлерін анықтап аламыз. Зат мөлшерін табу формуласы 4 граммды бөлеміз магний оның мр'ына. Магний 24, оттегі 16. Екеуін қосқанда 40. 4-ті 40-қа бөлгенде 0,1. Екінші зат мөлшеріміз 15-ті. Дәл осы формула М бөлінген М формуласы. 15-ті бөлеміз азот қышқылының мр'і. 16-ны 3-ке көбейтеміз. Қосамыз 14-ке, қосамыз 1-ді. Сол кезде 63 болады. 15-ті 63-ке бөлгенде 0,238. Және алдындағы коэффициенттен құтылып кету үшін оны бөлеміз 2-ге. 0,119 болады екен. Моль. Және мынау 2 моль анықтап алдық. Және осы жерде біз ең кіші мәнді аламыз. Мынау 0,1 немесе 0,119. Әрине 0,1 кіші. Осы мән бойынша біз есептеу жүргіземіз. Сонда масса тең 0,1 көбейту 148. Яғни мынау бізде тұздың мр'і 148. Сол кезде 14,8 грамм болады екен. Яғни тұздың массасы анықталды.